Қайырлы күн достар, менің есімім Гүлбану, менің авторлық әңгімелер YouTube каналыма қош келдіңіздер. Киелі шаңырақ, 2-ші бөлім. Қызым, мен енді шаршадым. Тағы басталды, деді қызым. Әжей терең тыныс, тай алмай, мен енді төзбеймін, деді ентігіп. Құрметті тыңдарман, кім қай өңірден тыңдап отыр екен, парақшаға жазып кетсеңіздер, лайк, комментарийіңіз жазып кетсеңіздер, мен үшін маңызды, ал сіздерге көтеріңкі көңіл-күй мен осы туындыны тыңдауды тілектеспін. Әжең терең тыныстай алмай, мен енді төзбеймін, деді ентігіп. Неге? Деді Жаннұр ашулы дауыспен. Әжей басын көтерді. Жаннұрға емес, тағдырға қарағандай. Адам адамның қолына сене алмаса, баласының үйінде қорқынып жүрсе, өз үйінің төрін сағынса, мейірімнің иісін ұмытса, ондай өмір емес қой, қарағым. Бір тамшы жас әжейдің көзінен баяу сырғып түсті. Ал Жаннұр болса, бәрін түсінбейтін, не байымайтын, не сезбейтін адамға айналған еді. Жүректің шаршаған шағы. Түннің бір уақыты еді. Әжей төсегінде ояу жатыр. Төбеге қарап, жан дауысы ішіне сыймай, үн-түнсіз жылаумен болды. Қараңғылықтың ішінде дем алысы ғана естілді. Бірақ ол дем әлсіз үзілген, шаршаған дем. Мен қайда қателестім? Қалайша өз үйімде бөтен адамдай болып қалдым? Деген ойлар оны тыныш жатқызбады. Жаннұр мен күйеу баласы сол бөлмеде тұрған телевизорды қосып қойып күліп отыр. Әжейдің бөлмесіне дауыс анық естілді. Күлкі, әңгіме, төсек сықыры, бәрі оның жанын одан сайын ауыртты. Өз үйінде жалғыз, өз баласының үйінде мүлде жат. Сол түні әжейдің жүрегі тағы қысты. Ол төсектен тұра алмай, тек алақанымен кеудесін басып, ауырма, ауырма жаным, деп күбірледі. Бірақ ауырсыну күшейе түсті. Жатса қысылып қалады, тұрса аяқтары ұстамайды. Жалғыздықтың ортасында жатқан әлсіз жарықтай ғана өмірін сақтап қалуға тырысты. Кенет жүрегі сыздап, көбейсін, деді сыбырлап. Марқұм жарының атын айтқанда көздері тағы жасаурады. Сол кезде есік тарс ашылды. Жаннұр ашулы күйде кіріп келді. Апа, сіз тағы төсекке тамақ төгіпсіз ғой. Мен күні бойы жинаймын. Сіз бір күнде бәрін былғайсыз. Не істеймін мен сізді? Әжей татып көрмеген тамақ жоқ еді. Қалай төкті, нені төкті, өзі де түсінбеді. Тек қорыққан күйде. Мен бірдеңе білдірдім бе? Деді дірілдеп. Иә, деді қызы қатты дауыспен. Сіз бәріне кедергісіз, қолымды байлап тастадыңыз. Жұмыс, үй, бәрі. Менің де өмірім бар екенін түсініңізші. Әжей үнсіз тыңдады. Тағы екі бетімен жас баяу ағып жатты. Қызым, мен әдейі істемедім. Мен бұл үйге сыймадым ба? Деді сыбырлаған дауыспен.
Жаннұр тіпті ойланып қалмады. Иә, апа, сыймайсыз. Бұл сөз еденге түскен тас сияқты ауыр еді. Әжей көзіне қолын қойып теріс бұрылды. Онда мен қайда барам, қызым? Жаннұр иығын қиқаң еткізді. Қарттар үйіне. Сізге күтім керек, мен үлгермеймін. Қыздың аузынан шыққан бұл шешім бір сәттік ашудың сөзі емес еді. Бұл көптен бергі ішіндегі дайын сөз. Оның ойында бәрі баяғыда шешіліп қойған. Әжейдің басы айналып кетті. Құлағы шыңылдап, көз алды тұманданды. Қарттар үйі. Мен соншама өмір сүріп, сонда барып аяқталмақ па? Жаннұр тыпырлап, ештеңесі жоқ, врачқа айта берсеңдер, өмірі ақыр заман төндіріп сөйлей береді, деді. Көрші әйел қабағын көтеріп, Жаннұр, бұл сенің анаң ғой. Бір күні сені де қарттық күтіп тұр, деді. Бұл сөз біраз адамның қалған адамды қорғау үшін айтатын ең ауыр, ең ой салатын сөзі. Бірақ Жаннұр жұмсармас тасқа айналған еді. Мен анамды қарттар үйіне өткізсем, өзім үшін жасаймын. Ешкімнің өмірі менің мойнымда емес, деген қатты айтуға тырысып. Әжей тағы да жылап жіберді. Қызым, мен сенің мойныңда емеспін. Мен тек сүйенетін иығыз деп жүрмін, деді дірілдеген дауыспен. Бұл сөз үй ішіне елес сияқты жайылып кетті. Бірақ Жаннұрдың жүрегіне жетпеді ау. Түнгі уақыт болды. Әжей қайтадан жалғыз қалды. Бөлме қараңғы, далада жел уілдеп тұр. Ал оның ішкі әлемі бос, қараңғы, үнсіз. Ол баяу ғана сыбырлап, көбейсін, мен үйден айырылдым, балаларымнан да, сені сағындым, деді. Көзінен аққан жас жастықты су қылды. Жүрегі жап-жас баладай жаралы, жаны шаршаған, үміті өшіп бара жатқан шамдай дірілдейді. Бозарып атқан таңның жылуы жоқ. Таң бозарып атқанда әжейдің көзі мүлде ілінбеген еді. Түні бойы бір оралмаған жалғыз ой, мен үшін енді ешкімнің жүрегі ауырмайды деген ащы шындық. Қабырғалар сыз тартып тұр. Еден салқын. Бөлме ішіндегі терең үнсіздік кәрі адамның жалғыздығынан да күшті. Әжей қимылдап көрмегеді, бірақ қолы сырқырап барып тоқтады. Кеше құлап кеткеннен кейін иығына түскен ауырсыну түн ішінде әбден асқыныпты. Ол таяғын іздеп сыйпай бастады. Жаннұр кеше оны да алып қойған. Лай жерлерді басып, кірді үйге алып келесің, деп. Ас бөлмеден ыдыс аяқтың салдыр-гүлдір еткені естілді. Көп күттірмей Жаннұр кіріп келді. Қолында іші толық толмаған ыстық емес шай. Апа, міне, шай ішіп алыңыз, сосын жуынатын бөлмеге кіріп дайындалыңыз. Бүгін сізді қарттар үйіне апарамыз. Осы сөзді ол баяғыдай ашулы айқай емес, жай ғана
даусы шаршаған адамша айтты. Бірақ бұл жайлылық емес. Бұл мәселе шешіліп қойылған күмәнсіз сөйленген үн. Әжей шайды қолына алды. Бірақ қолы дірілдеп, кесенің ернеуін әрең ұстап тұр. Қызым, деді әжей көзіндегі жасты тыя алмай. Мен бір жамандық қылдым ба? Жатсым ауыр болды ма? Көңіліңе келдім бе? Жаннұр қабағын көтеріп. Апа, мен мұнда ешкім кінәлі емес, сізге күтім керек. Мен оған үлгере алмаймын. Сіз үйде қалсаңыз, менің өмірім тоқтайды. Қызым, мен біреудің есігінде жалғыз өлем бе? Жаннұр ауыр дем алды. Апа, қарттар үйінде жағдай жақсы, ары бері келіп тұрамын. Бұл өтірік. Әжей оның даусынан ақ білді. Сол кезде есік қағылды. Көрші әйел еді. Қолында жаңадан пісірілген ыстық нан, иісінің өзі жанды жылытардай. Апа, бүгін ерте пісіріп едім, ыстық нан жеп көріңіз, деді күлімдеп. Әжей нанды қолына алды. Қолына тиген жылулыққа өзі таң қалды. Бірақ жүзі оңып кеткендей, қолына тиген жылулыққа өзі таң қалып, қарап тұра берді ұзағырақ. Көрші әйел Жаннұрға көз тастады. Қызым, апа қалай? Кеше құлап қалып еді. Жаннұр қысқа ғана. Бәрі жақсы. Бүгін қарттар үйіне өткіземіз. Көршінің жүзі түнеріп кетті. Жаннұр, жасы жеткен жүрегі әлсіз адамды төрт қабырғаға қамап қоясыңдар ма? Соңғы жылдары осындайды көп көрем. Бірақ өз көзіммен көрем деп ойламаппын. Жаннұр ашуланып, мен шештім, менің өмірім бар, апаға күтім керек. Мен оған лайық жағдай жасай алмаймын. Көрші ауыр күрсінді. Қызым, адам өз анасын қайда апарарын жақсы ойлап шешуі керек. Бір күні сен де қартаясың, сонда кімге керек болып қаларыңды білмейсің. Жаннұр үндемеді. Осы кезде әжейдің екі бетімен жас сырғып кетті. Шырағым, деді әжей көршіге қарап. Шалым екеуміз осы қыздан жақсылық көрем деп жүрдік. Ал енді соңғы сапарымды жат жерде, бөтен төсекте, баласыз өткізерім түсіме кірмеп еді. Көрші әйел әжейдің қолын қысып. Апа, сабыр, жүрегіңізді ауыртпаңыз. Ал Жаннұр, дайындалыңыздар, біз шығуымыз керек, деді асықтыра бастады. Әжей баяу киінді. Қыз берген көйлегін емес, өзінің жып-жылы, сарғыш орамалы бар көйлегін кигісі келді. Жаннұр, оны киюге болмайды, иісі шығады, деп айқай етті. Әжей үнсіз ғана, бұны шалым сыйлаған еді, деді сыбырлап. Содан кейін есікке қарай жүрмек еді. Бірақ аяқтары дір етіп бас айналып кетті. Таяғы жоқ, тірегі жоқ. Жанар үстелді де, орындықты да алып тастаған. Әжей еденге шұғыл отыра кетті. Қолын ұстай алмай, тізесінде жатып қалды. Жаннұр жүгіріп келген жоқ, көрші келді. Қолынан демеп көтеруге тырысты. Апа, жүріңіз, дәрігер шақырайын. Жоқ, деді әжей, дәрігер шақырма. Маған дәрігер де, басқа да керек емес.
Жаным шаршады. Жүрегім шаршады қарағым. Осы сөзді айтқанда ол бір мезетте мүлде кішкентай, уақ тағдырдың алдында әлсіз адамға ұқсап қалды. Көршінің өзі де көз жасын тыя алмады. Ал Жаннұр, ол бәріне тым өлі, тым суық қалпында қарап тұрды. Түн қоюлана берген. Ас бөлмеде жарық әлсіз ғана жанып тұр. Әжей көрпесін қымтап жатып, қолын кеудесіне қысты. Жаннұр есіктің әйнегіне сүйеніп, телефон шұқылап отырды. Ал көрші әйел бір тостаған ыстық сүт әкеп, апа, ішіп алыңыз, түнде жүрегіңіз ауырмасын, деді. Әжей сүтті қолына алды, бірақ ішуге шамасы жетпеді. Көзі жасаурап, ерні қалтырап, ақырын ғана сыбырлады. Қарақтарым, бір тілегім бар еді. Жаннұр басын көтермеді. Даусы шаршаған, асты тартылған әйелдің үніндей. Қандай тілегіңіз, апа, айта беріңіз. Әжей байқап, әр сөзін тіршілік жібінен үзіп алғандай етіп айтты. Осы үйде соңғы рет бір түн ғана түнейін, тым болмаса қарағым. Көзінен жас сырғып ақты. Көрші әйел қолын әжейдің иығына қойды. Апа, айтпаңызшы, жылап жібересіз ғой. Қаласаңыз, менің үйіме барайық. Қанша болса да күтім жасармын. Әжей мұңлы күлімсіреп, жоқ шырағым, сенің де балаң бар ғой, мүгедек. Оған да қарауың керек. Мен сенің мойныңа жүк боламын ба? Көршінің көзіне жас тығылып, апа, егер күйеуім қарсы болмаса, қазір-ақ алып кетер едім. Апатай, өзімді кешірмей тұрмын. Ол шынымен алғысы келді. Әжейден айырылғанды қаламады, бірақ сырттан ер адамның ауыр жүрісі естілді. Күйеуі еді. Гүлназ үнсіз қалды. Бір сәтте жанары сөніп кетті.